Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге өте тез дайын болатын таңғы ас дайындап көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен бізге қажетті ингредиенттерді видеода көрсетілгендей турап аламыз. Табаға жұмыртқа, сүт, қант, тұз салып араластырамыз. Ұнға қопсытқышты салып, жұмыртқалы массамызға қосып араластырамыз. Колбаса, укроп, сырды салып араластырамыз. Табаға аздап май құйып, қызғаннан кейін оладьилерімізді пісіріп бастаймыз. Орташа отта шамамен әр бетін 2-3 минуттай пісіреміз. Оладьилеріміз өте тез дайын болады. Міне біздің оладьилеріміз дайын, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.